Қайырлы күн 6 сынып оқушылары. Бұл видеода БЖБ тапсырмаларының инструкциясы болады. Яғни БЖБ тапсырмаларын қалай орындаймыз, қалай Google формамен жұмыс жасаймыз, соны түсіндіретін боламын. Сендерге Google формаға сілтеме жіберіледі. Сол сілтемені ашсаңдар, осы тапсырмалар ашылады. Ең алдымен ескертуді мұқият оқимыз. Осында көрсетілген уақыттан кейін жіберілген барлығы жауаптар нөлге айналады. Сондықтан көрсетілген уақыттан кешікпей барлығымыз жауаптарымызды жіберу керекпіз. БЖБ жалпы 4 сұрақтан тұрады және 10 балл беріледі жалпы. Және әр сұрақтың жанында қанша балл берілетіні сол сұраққа жазылған. Міне 1 балл, 5 баллдық сұрақ бар. Ең алдымен мына жерге аты жөндеріңді толық жазу керексіңдер. Келесі бірінші сұрақ. Бұл жерде балалар мұқият қараймыз. 3 дұрыс жауап бар деп жазылған. Демек біз мынау сұраққа тек қана бір жауапты ғана белгілемейміз, 3 жауап белгілеу керекпіз. Мына 3 жауап болуы мүмкін. Немесе мына 3 жауап болуы мүмкін. Осылай 3 жауапты белгілейсіңдер. Бұл сұрақта тыйым салынған іс-әрекеттер, яғни бұл эргономика тақырыбы бойынша қойылған сұрақ. Келесі сұрағымыз: электронды лампалар мен вакуумды түтіктер қай кезеңнің компьютерлерінде қолданылады? Біз компьютерлердің даму тарихы тақырыбында осы әр кезеңнің өзінің ерекшеліктерін өттік. Сол бойынша мынау ерекшелік қайсы кезеңдікіне жатады, соны белгілейсіңдер. Бір ғана дұрыс жауап бар балалар бұл сұрақта. Келесі сұрағымызда балалар, мынау сыртқы құрылғылар, ішкі құрылғылар деп екі топқа бөлеміз дедік. Сол топтарға байланысты мына құрылғыларымыз қайсысына жатады? Мысалы, ішкі құрылғыға аналық тақша жатса, осылай белгілейсіңдер. Ал сыртқы құрылғыларға қайсылар жатады? Міне соларды белгілеу керек. Осылай міне барлығының тұсынан белгілеп шығасыңдар сәйкес нұсқаларды. Ең соңғы сұрағымыз: барлық командалардың компьютерге пернетақта көмегімен енгізілетін операциялық жүйе интерфейсінің түрін белгілеңіз. Біз операциялық жүйенің интерфейсінің екі түрі болады дедік. Міне, енді командалардың көмегімен, пернетақта көмегімен берілетін интерфейсті тауып осы жерден белгілейсіңдер. Барлығын белгілеп тексеріп болғаннан кейін балалар отправить батырмасын басасыңдар, жауаптарың маған келіп түседі. Ескерте кететін жайт, балалар, әр оқушы бір рет қана тапсыруға мүмкіндігі бар. Одан кейін сендерге мынау сілтеме бойынша сұрақтарға жауап беру қол жетімсіз болады. Барлығыңа сәттілік.